Ал Қарағайға бай Семей орманы енді қырағы бақылауда болады. Бұл ормандағы бақылау мұнараларына оннан астам бейне камералар орнатылды. Неміс технологиясымен жасалған бейне бақылау жүйесі орманды тәулік бойы қадағалайды. Түтін шыққан бетте бірден дабыл қағады. Бұл өрт ошағын жедел әрі тап басып анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Камераның қырағылығы арқасында 100-ге тарта тілсіз жау дер кезінде сөндірілді. Орманшылар құрылғының әсіресе қыс мезгілінде таптырмас көмекші екенін айтып отыр. Шығыстағы Сарышұнақ аязда биік мұнарада күзетшінің орнына осы құрылғы жұмыс істейтін болады. Мұндай бейне бақылау жүйесі әзірге тек Шығыс Қазақстан ормандарында қолданылып отыр. ТМД елдері оған қызығушылық танытып жатқан көрінеді. Камеры эти оптические датчики могут... Камера 60-65 шақырым жердегі өртті анықтайды. Осылайша 2013 жыл 36 ошақ анықталды. Өрт шыққан бойда 2 минут ішінде біз біліп отырдық. Мұнарадағы өрт сөндірушілермен салыстырғанда әлде қайда шұғыл қимылдауға мүмкіндік береді.